Сәлеметсіздер ме бәріңізге, тағы да фильм қысқаша мазмұнымен қайта оралдым. Бүгінгі видеода мен 2013 жылы шыққан триллер мистерия жанрындағы тұзақ Золушкаға Trapper Cinderella фильмін қысқаша баяндаймын. Сюжетке кіріспес бұрын, бәріңізге керемет әрі бақытты күн тілеймін. Ал енді бірден сюжетке көшейік. Фильм түнде тыныш үйде басталады. Кенеттен үй қатты жарылып, өртке оранып кетеді. Содан кейін көрініс ауруханаға ауысады. Онда әйел өте ауыр пластикалық ота жасатып жатыр. Ол тез оянып, балалық шағындағы біреудің суға батып жатқаны туралы қысқа естелікті көреді. Біраздан кейін дәрігер оның есімі Микки екенін айтады. Ол не болғанын есіне түсіре алатынын сұрайды, бірақ Микки тек үйдің өртенгенін есіне алып, қатты жылай бастайды. Кейінірек, Микки сауығып, дәрігер оның беті мен жақ сүйегін қатты зақымданғандықтан ауыр оталар жасалғанын, бет әлпетін қайта қалпына келтіру қажет болғанын түсіндіреді. Микки бұрынғы өмірі туралы ештеңе есіне түсірмейді. Дәрігер оған 20 жаста екенін, Лондоннан екенін айтады. Ата-анасы ол 9 жаста болғанда автокөлік апатында қайтыс болған, тек Микки ғана аман қалған. Содан кейін бай тәтесі Элеонордың қолында тұрған демалыстарын оңтүстік Францияда өткізген. Микки тәтесінің қайда екенін сұрайды. Дәрігер Элеонор өрт оқиғасына дейін қайтыс болғанын хабарлайды. Сондай-ақ ол Элеонордың жеке көмекшісі Джулияның суретін көрсетеді. Ол Миккиді бала кезінен біледі, бірақ қыз оны танымайды. Біраз уақыттан кейін Джулия Миккидің қамқоршысы ретінде ауруханаға келіп, оны үйіне алып кетеді. Ол қызды Лондондағы Элеонорға тиесілі көптеген үйлердің біріне апарады. Сол түні Микки өрт туралы түс көріп, шошып оянады. Телефон шырылдайды. Ол жас жігіт Джейк болып шығады. Ол кездескісі келеді, бірақ Джулия басқа бөлмеден тұрып, Микки әлі дайын емес деп айтып, телефонды өшіріп тастайды. Ертеңіне таңертең Миккиге ескі достарының суреттері бар хат келеді. Ол суреттердегі жігітті байқайды. Джулия оның Миккидің бұрынғы жігіті Джейк екенін айтады. Сондай-ақ қыз суреттердің көбінде бір қызды көреді. Джулия оның Доминика, қысқаша До, екенін, Элеонордың үй қызметшісінің қызы болғанын түсіндіреді. Микки онымен кездескісі келеді, бірақ Джулия бұл жақсы идея емес дейді. Ол сондай-ақ 21 жасқа толғанда Микки Элеонордың барлық мүлкін мұраға алатынын айтады. Кейін Микки хаттағы адвокаттың мекен-жайын көріп, жоспар құрады. Кейінірек Джулиямен бірге жүргенде қыз қарт әйелді тастап, таксимен кетіп қалады. Ол адвокаттың мекен-жайына жетіп, Джеймс Чанс есімді адаммен кездеседі. Ол Элеонордың адвокаты болып шығады. Микки хат осы мекен-жайдан келгенін айтады. Джеймс оны Джейк жіберген болуы мүмкін дейді, өйткені Джейк осында жұмыс істейді. Кеңседен шығып бара жатқанда Микки Джейкпен кездеседі, суреттерден таниды. Екеуі қысқа әрі ыңғайсыз әңгімелеседі, содан Джейк оны үйіне шақырады. Сол жерде ол Миккиге ескі пәтерінің кілтін береді әрі мекен-жайын айтады. Ол қыздың күйген қолын тексеріп жатқанда Микки екеуінің бұрынғы естеліктерін есіне түсіре бастайды. Сөйтіп екеуі жыныстық қатынасқа түседі. Содан кейін Микки До туралы сұрайды. Джейк ол әрқашан олардың қарым-қатынасына кедергі болғанын айтады. Содан кейін ол соққы беретін жаңалықты айтады. До сол өртте қайтыс болған. Микки таңғалып қалады. Қобалжыған қыз су сұрайды. Джейк бөлмеден шығып кеткенде, ол тез арада ештеңе айтпай кетіп қалады. Көп ұзамай Микки бұрынғы пәтеріне келіп, Джейк берген кілтпен кіреді. Ішке кіргенде қабырғадағы суреттерден өзі модель болып жұмыс істегенін біледі. Үйді аралап жүріп, Доминика деген жапсырмасы бар чемоданды табады. Оны ашқанда Элеонордың Доминикаға жазған бірнеше хаттарын көреді. Бұл оны таңғалдырады. Сондай-ақ Доның жеке күнделігі бар, ол оны оқи бастайды. Көрініс флешбекке ауысады. До банкте жұмыс істеп жүргенде бір таңертең Миккиның өтіп бара жатқанын көреді. Ол сыртқа шығып, өзін таныстырып, бала кезде Францияда бірге демалғандарын еске салады. Біраздан кейін Микки де оны таниды. До жақында Лондонға келгенін айтады. Микки қуанып, телефон нөмірін беріп кездесуге шақырады. Үйге қайтқанда До Миккиның суреттері толы журналды шығарып, оған таңырқай қарайды. Кейін ол Миккиге қоңырау шалады. Микки оны мекен-жайға шақырады. До келгенде Микки фотосессия жасап жатады, бірақ қатты мас болып есінен танып қалады. До оған қарайды және сол түні сол жерде қалады.
Ертеңіне таңертең Микки жұмысқа кетіп, Доға кешке тағы кездесуге шақыратын хат қалдырады. Сол түні До қараңғы клубқа барады, онда Микки мен Джейк билеп, көңіл көтеріп жүр. Қыздар қуана амандасады, бірақ Джейк Миккиді сүйгенде До бір түрлі ренжиді. Кейін екі қыз Доның үйіне барып, балалық шақтағы суреттерін қарайды. Микки одан кейін не болғанын сұрайды. До анасымен бірге алысқа көшіп кеткендерін, анасы жақында қайтыс болғанын, содан кейін Лондонға келгенін айтады. Әкесі туралы сұрағанда До әкесі көп бұрын өз-өзін өлтіргенін айтады. Бұл Миккиді таңғалдырады. Сол түні До ұйықтап жатқанда бала кезінде суға батуға шақ болған түс көреді. Ол жүзе алмайтын, Миккиден көмек сұрап, мойнынан ұстап алғанда екеуі де қиналады. Микки оны жібергенде До дерлік батып кетеді, бірақ Джулия келіп құтқарады. Содан қорқып кеткен Микки қашып кетеді, До соңынан жүгіреді, екеуі бір нәрсені көріп қалады. Бұл оқиғадан кейін Доның анасы қызын алып кетеді, сөйтіп екі қыз ажырап қалады. Осы жерде қазіргі уақытқа қайтамыз. Микки күнделікті оқып отырғанда біреу пәтерге кіргенін естиді. Ол шығып қараса, Джулияны көреді. Джулия оны До деп атайды. Таң қалған қыз бұл нені білдіретінін сұрайды. Джулия бәрі жақсы, енді сен Миккисің дейді. Микки ештеңе түсінбей, үрейленіп пәтерден қашып шығады. Кейін ол қонақ үйге түнейді, бірақ тіркеу парағында автоматты түрде Доминика деп жазады. Бөлмеге кірген соң күнделікті қайта оқиды. Тағы бір флешбекте екі қыздың жақындасып, бірге тұра бастағаны көрсетіледі. Бірақ До Миккиге қатты байланып, оны Джейкпен көрген сайын қызғанады. Бір күні До Элеонордан Чекпен бірге хат алады. Ол қуанып, жауап жазады, содан кейін екеуі жиі хат алмаса бастайды. До өзін Миккиге ұқсатып өзгерте бастайды. Оның үнемі қасында болуы Джейкті тітіркендіреді. Бір кеште До мен Джейк ұрсып қалады. До оны Миккидің ақшасын жеп жатыр деп масқаралайды. Бұл Джейкті қатты ашуландырып, Миккиге Доны енді әкелме деп айтады да, басқа қыздармен көңіл көтеруге кетеді. Бұл Миккиді қатты ренжітеді, До да соған қайғырады. Үйге қайтқанда До Миккиге өзін сүйетінін мойындайды, бірақ бұл Миккиді ашуландырып, оны қатты ұрсып кет деп айтады. Осыдан кейін ренжіген До Элеонорға Миккидің түні бойы кешелерде жүргені, оған алаңдайтыны туралы хат жазады. Қазіргі уақытта Микки Джулияға қайтып келіп, күнделік осы жерде үзіліп қалғанын, одан кейін не болғанын сұрайды. Джулия шынайы оқиғаны айтып бере бастайды, және неге оны До деп атағанын түсіндіреді. Флешбек. Джулия Лондонға Миккиді көруге келеді, және Элеонордың денсаулығы нашарлап, дәрігерлер оған бірнеше апта ғана өмір қалғанын хабарлайды. Ол екі қызды Францияға апарып, Элеонор екеуінде көргісі келетінін айтады. Бірақ Микки барудан бас тартады, өйткені тәтесімен қарым-қатынасы нашар және оған немқұрайлы қарайды. Джулия оны ұрып жібереді, Микки де кездейсоқ оған тиіп қалады. Бұл Джулияны қатты ренжітеді. Бірнеше күннен кейін Джулия Домен жеке кездесіп, түскі асқа шақырады. Ол Миккиді ұнатпайтынын ашық айтады. Миккидің қиын қыз екенін, оның хаттарын Элеонорға оқығанын айтады. Джулия Доға 18 жасында Элеонор оған бәрін уәде еткенін, бірақ Микки пайда болып, жоспарын бұзғанын айтады. Ол Доға жақсы өмір лайық екенін айтып, Миккиді Францияға баруға көндіруді сұрайды. До бір түрлі ойланып қалады, бірақ кейін Микки өзі ойын өзгертіп, Домен бірге Францияға баруға шешім қабылдайды. Жолда Микки тәтесі Элеонорға және бала кезінде өзін елемегеніне шағымданады. Шын мәнінде оны Джулия тәрбиелегенін айтады. Келесі көріністе олар ауруханаға жетеді. Элеонордың жағдайы өте ауыр, сөйлей алмайды. Содан кейін қыздар бала кезінде демалатын оңтүстік Франциядағы виллаға барады. Олар күндіз велосипед теуіп, теңізде жүзіп, кешелерде көңіл көтереді. Бір күні Микки Доға теңізде жүзуді үйретеді. Оларды алыстан бір жұмбақ ер адам бақылап тұрғанын байқамайды. Түстен кейін До жергілікті кафеге барып, Джулияға қоңырау шалады. Джулия одан шынайы ниетін сұрайды. До Миккиді қалайтынын айтады, бірақ Джулия оның өмірін бір рет бұзып жібергенін еске салады. Ол бала кезде До суға батқанда екеуі Элеонор мен Доның әкесінің бірге болғанын, романтикалық қарым-қатынас көргенін айтады. Микки осыны Доның анасына айтып берген, сол себепті олар көшіп кетуге мәжбүр болған, әкесі өз-өзін өлтірген.
До бұны естігенде таңғалып қалады. Джулия Микки оны ешқашан сүймейтінін айтып, бір нәрсе істеуді сұрайды. Келесі күндері До әкесінің өлімі туралы ойлардан құтыла алмай, Миккиге деген өшпенділігі күшейе түседі. Бір күні түстен кейін Джулия келіп, Элеонор түнде қайтыс болғанын хабарлайды. Микки қатты қайғырады. Оны жұбатып болған соң, Джулия Доға жақындап, Миккиден құтылуға дайын ба деп сұрайды. До келіседі. Джулия 4 шілдеде, Доның туған күні, олар сыртта тойлайтынын, сол түні үйді өртеп, Миккиден құтылатындарын айтады. До газ құбырын ажыратып, қайнауыштың бұзылуынан болған өрт деп ойлатады. Бәрі сағат 1-де болуы керек, содан кейін Джулия Доны Швейцарияға апарып, бет-әлпетін Миккиге ұқсатып өзгертеді. Бірнеше күннен кейін Доның туған күні келеді. Екі қыз жаңа достармен тойлайды. До Миккиді қатты ішкізеді, тіпті есірткі береді. Үйге қайтқанда Микки мас болып, ес-түссіз қалады. До оның киімін ауыстырып төсекке жатқызады. Содан кейін До төмен түсіп, ваннадағы газ құбырын ажыратады, есікті жауып, газ толтырады. Миккидің бөлмесіне шамдар қойып тұрады. Біраз уақыттан кейін ванна есігін ашқанда үй толық жарылып, өрт шығады. До да өртеніп қалады, терезеден секіріп түседі, ал сыртында Джулия күтіп тұр. Бірақ құлағаннан кейін Доның беті танымастай болып, барлық есін жоғалтады. Қазіргі уақытта Джулия бәрі мінсіз өткенін айтады. Бірақ Микки, шын мәнінде До қатты үрейленіп кетеді. Ол полицияға қоңырау шалғысы келеді, бірақ Джулия тоқтатып, енді бәрі біз қалағандай болды дейді. Енді сен жаңа Миккисің, адвокат осыны растаса, 21 жасқа толғанда барлық мұра саған өтеді. Кейін екеуі оңтүстік Францияға қайтады. До қазір Микки жерді аралап, бала кездегі суреттерін көреді, естеліктер біртіндеп орала бастайды. Түнде ол бала кезде бірге мінетін ескі көлікті табады. Сол кезде бұрын қыздарды бақылап жүрген жұмбақ ер адам пайда болады. Оның аты Серж. Ол қымбат көлікті мақтап, 100 000 еуро тұратынын айтады. Ол оны серуенге шақырып, бір әңгіме айтқысы келетінін айтады. Флешбек. Серж теңіз жағасында Миккиге жақындап, досының кафеге қоңырау шалғанын естігенін айтады. Ол сол кафенің қызметкері болып шығады. Қызығып телефон әңгімесін тыңдап, олардың жоспарын білген. Серж Миккиге осыны айтып, ақпарат үшін 1000 еуро сұрайды. Микки келіседі. Енді Микки жоспарды біліп, До мен Джулияны бақылап жүреді. Туған күн кешінде ол ішкендей, есірткі қолданғандай көрінеді, бірақ шын мәнінде есін жимаған күйде қалады. Қазіргі уақытта қыз таңғалып қалады, бірақ әлі де өзі кім екеніне күмәнданады. Серж енді үндемеу үшін 100 000 еуро сұрайды, әйтпесе бәрін ашамын деп қорқытады. Қыз келіседі. Ол үйге қайтып, Джулияға кафенің қызметкері олардың әңгімесін естігенін айтады. Бірақ Джулияға Миккиді өлтіру жоспарын айтпағанын айтады. Джулия ертең Миккидің 21 жылдығы екенін, Лондонда адвокатпен кездесетінін, содан кейін барлық ақша оған өтетінін айтады. Келесі күні Джулия адвокат Джеймс Чанспен кездеседі. Ал екінші жағынан қыз Лондонға кетуге дайындалып жатыр. Ол Джулияның Миккиді өлтіру жоспарын мойындаған әңгімесін жазып алған. Сол кезде адвокат пен Джулия Элеонордың өсиетін оқиды және таңғалып қалады. Ал қыз кафеге барып, Сержді алып көлікпен серуенге шығады. Лондонға жеткенде Сержге көлік кілтін беріп, енді үндемеу үшін көлікті өзіне қалдыр деп айтады. Содан кейін қыз Джулияның үйіне кіріп, оны шақырады, бірақ үй бос. Ақыры бассейн жанынан Джулияны көреді, ол қатты ренжіген күйде тұр. Джулия соққы беретін жаңалықты айтады. Элеонор барлық мүлкін Доға қалдырған, Миккиге ештеңе қалдырмаған. Элеонор Доның әкесімен қарым-қатынасы оның өмірін бұзып жібергеніне өкінгендіктен барлығын Доға қалдырған. Қыз Микки бәрін білгенін айтады, бірақ Джулия білмеді, әйтпесе Доны тоқтатар еді дейді. Бірақ сөйлесу барысында Джулия алдындағы адамның шын мәнінде До емес, нағыз Микки екенін түсінеді. Микки Джулияның ойындауын жазып алғанын және адвокатқа жібергенін айтады. Бұл Джулияны қатты ашуландырып, қызды суға итеріп тұншықтыра бастайды. Осы кезде Микки бала кезінде До мен бассейнде суға батқан сәтті есіне алады. Сондай-ақ өрт түнінде До ванна есігін ашпас бұрын кешірім сұрағанын, Микки оны бірге қашуға шақырғанын,
бірақ до кеш болғанын айтып, Миккиге қаш деп айтқанын есіне алады. Микки терезеден секіріп кеткен. Қазіргі уақытта Джулия Миккиді тұншықтырмақ болады, бірақ Микки басымдыққа ие болып, Джулияның басын қабырғаға соғады. Зұлым әйел көз жұмады. Микки жылап, жағаға қарай жүреді. Ол түні бойы мұхитта жүзеді. Бұл оның нағыз Микки екеніне соңғы дәлел, өйткені до жүзе алмайтын. Фильм Микки таңертең жағада оянып, өткенді артта қалдырып, алға қарай жүрумен аяқталады.